Біз кеште басталады. Үйде өткен кеште топтық сурет түсірілген. Кейін, қарт әйел Гризельда атты кештен кетіп бара жатқаны көрінеді. Одан кейін жас әйел Росарио терезеден қалаға қарап тұрады. Оның ауру әрі жөтелген анасы Алена қызына әжесін көрген кірмегенін сұрап, оның қайда екенін тексеруді өтінеді. Сол сәтте әкесі Оскар қызын шақырып, отырғызып, бір күні барлық армандарының орындалатынын айтады. Олар қол белгісін жасап, бір-біріне сүйіспеншіліктерін білдіреді. Росарио әжесін іздеуге шешім қабылдайды. Ол абайлап дәлізбен жүріп, есікті қағады. Есік өзі-ақ баяу ашылады. Ол едендегі балшықты байқап, пердені тартып қараса, жәндіктер шашылып жатыр. Содан Гризельданың шәлісіндегі қанды көріп, қорқыныштан артқа шегінеді. Дәл сол кезде Гризельда артынан пайда болады. Росарио шамды қосып, Гризельданы көреді. Ол кенеттен пайда болған сияқты. Росарио әжесін отбасылық дұғаға қосылуын өтінеді, бірақ Гризельда өз сенімінің басқа екенін айтады. Росарио Гризельданың қанап тұрған қолын байқайды. Гризельда тыныш қана кетуді бұйырады. Сол уақытта Оскар бұл күн Росарионың бірінші коммуниясы екенін айтып, барлығын көзі жұмып, болмағандарды еске алуға, үнсіздік сақтауға шақырады. Барлығы дұғаға көзін жұмғанда, Росарио Гризельданың қонақтар арасында үнсіз жүргенін көріп, қатты қорқады. Көздері түйіскен сәтте Гризельданың алдындағы шам кенет сөнеді де, осы сәтпен көрініс аяқталады. Көрініс қазіргі уақытқа ауысады. Ересек Росарио әжесінен қоңырау алады, бірақ аз ойланып тұрып, қабылдамай қояды. Қазір ол сәтті биржа брокері болып жұмыс істейді. Кеңсесінде күзетші Мигель келіп, өзі мен әйеліне инвестициялық кездесу белгілеуді өтінеді. Росарио компанияның клиенттерден белгілі бір минимум талап ететінін түсіндіреді. Сол сәтте әжесінен тағы қоңырау келеді, бірақ ол қайта қабылдамайды. Кеңседе тағы бір қоңырауды елемейді. Кейін тағы қоңырау келгенде бұл жолы қабылдайды. Телефонның арғы жағынан ер адамның бұрмаланған дауысы естіледі де, Гризельданың қайтыс болғанын хабарлайды. Таң қалған Росарио мәйітті қай ауруханаға апаратынын сұрайды. Ер адам сырттағы ауа райы өте нашар екенін айтып, мәйітті біреу ертіп бара ала ма деп сұрайды. Росарио жалғыз екенін, бірақ жолға шығатынын айтады. Жаңа қоңырауда Росарио әкесіне хабарласып, жағдайды айтады. Оскар мен Аленаның ажырасқаны, бұрын Гризельдамен бірге тұрған Аленаның қазір тірі емесі анықталады. Росарио Оскарға әжесінің пәтеріне баратынын айтады. Оскар бармауды ескертіп, бәрін өзі шешетінін айтады. Росарио ауа райының қатты нашар екенін, метроның 3 сағаттан астам уақыт алатынын айтады. Росарио Гризельданың дауысты хатын тыңдайды. Онда ол кешірім сұрайды. Дауысы үзіліп, бұрмаланады. Росарио бұрылып қараса, ауру анасы алыста тұр, кенет жоқ болып кетеді. Қорыққан Росарио артқа шегінеді. Ақыры баратын жеріне жетіп, ғимаратқа кіреді. Қарт ер адам Марти шығады. Росарио лифттің істемей тұрғанын сұрайды. Ол астап, есіктің тұрақсыздығын және оғаш дыбыстар шығаратынын айтады. Марти Гризельданың пәтеріне дейін ертіп барамын деп ұсынады. Жолда Росарио әжесінің ауырғанын сұрайды. Марти Гризельданың сағынышты болғанын, туған жеріне оралғысы келгенін, көп айтатынын жауап береді. Жалғыз келдің бе деп сұрайды. Росарио анасы бірнеше жыл бұрын қайтыс болғанын, анасы жағынан тек Гризельда ғана қалғанын, әкесі жолда екенін айтады. Есікті ашқан кезде Марти көрші Джоны айтады. Содан есікті ашып, ол мен Джо Гризельданы диванға жатқызғанымызды, үстіне жапқанымызды, жақын арада амбуланция келетінін айтады. Асығыс ол бірнеше шамды өшіріп, дұға оқып үлгердім деп айтып кетеді. Росарио жалғыз қалып, Гризельданың жанында жұмсақ жылап, жапқышталады, мәйіттің бүйіріне қарап тұрады да қорқады. Көзін жұмғанда Гризельданың денесінде оғаш кесулер мен белгілерді байқайды. Кенет шыны сынығының дыбысы естіледі. Ас үйге барады, бәрі шіріп, жәндіктерге толған. Лас ыдыстарды абайлап қоқысқа тастайды. Сырттан амбуланция сиренасы естіледі, терезеден қол бұлғайды, бірақ машина өтіп кетеді. Росарио шұғыл қызметке қоңырау шалып, жағдайды түсіндіріп, амбуланцияның келіп кеткенін, қайтып келуін сұрайды. Оператор амбуланцияның ауыр жағдайға бұрылғанын айтып, бірнеше сағаттан кейін қайта келетінін айтып, сөйлесуді үзеді. Сол сәтте Росарио шамдардың қайта жанғанын байқап, өшіреді. Отырған кезде жақын жерден пойыз өтіп, пәтерді қатты шайқайды.
Гризельданың мәйіті диваннан құлап түседі. Шайқау біткенде, Росарио әжесінің мәйітін жатын бөлмеге сүйрейді. Қабырғадағы өзінің суретіне қарап, аз қарап қояды. Айнаға қараса, Гризельданың басы қозғалып тұрған сияқты, қорқып мәйітті тексереді. Мұрнынан бірдеңе қозғалады, кенет құрт шығады, артынан қара сұйықтық ағады. Жеркенген Росарио оны сүртіп, құртты майлықпен алып, тастағысы келеді, бірақ құрт қолына қарай жорғалайды. Құрт денесіне кіріп, қолымен жоғары өрмелей бастайды. Дүрліккен Росарио курткасын шешіп, құрт құлағына жақындағанда құлағынан суырып алады, қатты қорқады. Едендегі балшықты байқап, тергеуге батылы бармайды да кетпек болады. Бірақ аздан кейін қайтып келеді. Пердені тартып, шамды қосып, Гризельданың киімдерін көреді. Киімдердің артында жануар бас сүйегі мен жаңа қамбар киімді табады. Киімдерді жылжытқанда оғаш белгі салынған құлыпталған есікті көреді. Кенет қатты қағылған дыбыс естіледі. Көз саңылауынан қарап, есікті ашады. Джо тұр. Ол Росарионы танып, өзін Джо деп таныстырып, ол мен Марти әжеңді диванға көтергенбіз дейді. Росарио рахмет айтып, бірдеңе керек пе деп сұрайды. Джо әжесінің электр фритюрін қарызға алғанын, қайтару керектігін айтып, кіруге рұқсат сұрайды. Росарио әжесін көрсе айтамын деп, қатаң тұрып, есікті жабады. Джо қайта қағады. Росарио тағы не керек деп сұрайды. Ол қолыңдағы күйікке мұз қою керек дейді. Росарио тез бинт тауып қолына орайды. Орағанда Гризельданың санында оғаш белгіні байқайды. Қараса тікенек сым ораулы тұр. Абайлап шешіп алса, кілт ілулі тұр. Ол бұрын көрген есікке барып ашады. Есік ашылады. Ішінде қара сиқырлық алтар тұр. Абайлап кіріп, айналасына қарайды. Оғаш әрі қорқынышты заттарды көреді. Бір вуду қуыршағына ұқсас затты алады. Үстінде Кабенди деп жазылып тұр. Қоя салғанда өзінің суретін көреді. Одан соң одан да қорқыныштырақ нәрсені өзінің тістерін, шашын және қанға малынған прокладканы көріп құсады. Сол кезде артында қозғалыс байқайды. Росарио әлсіз сықыр естиді. Қорқып тергеуге шығады. Бірақ біреу тез жасырынады. Қорыққан ол қашпақ болады. Бірақ беті тікенек сымға тиіп, ауырсынып айқайлайды да қашады. Кенет шамдар жыпылықтап, толық сөнеді. Қорқыныштан ғимараттан қашуды шешеді. Кетер алдында есікке мәйіт жатын бөлмеде деп жазба қалдырады. Сол кезде Джо келіп, Росарионың қанға боялған бетін көріп, кетіп барасың ба, ауа райы нашар деп сұрайды да электр фритюрі туралы айтады. Росарио оған мән бермеп, баспалдақпен түседі. Төменде Марти сақтандырғыштарды жөндеп тұрып, коменданттық сағат туралы ескертеді, бірақ ол кетуді қалайды. Такси жоқ, метроға қарай жүгіреді. Метрода бір адам метро жабық деп хабарлайды. Ит үреді. Дүрліккен Росарио истерикаға түседі. Адам қашпа деп айтады, бірақ ол қашады. Адам итті қоя береді, ит қуады. Росарио құтылып үлгереді, бірақ Алена кенет пайда болып, қолынан ұстап, басын метро есігіне соғып, жоқ болып кетеді. Ит Росарионың пальтосынан тістеп алады, бірақ ол сытылып құтылады да ғимаратқа қайтып жүгіреді. Қайтып кіргенде сақтандырғыш қорабы ұшқын шашады. Росарио интернеттен іздеп, Паломайомбе деген сирек дінді табады. Ол африкалық дәстүрлерді латын, америкалық католицизммен араластырған, құлдықпен мәжбүрлі көшу арқылы тараған дін. Оның ізбасарлары полиролар деп аталады. Жануарлар мен адамдардың қалдықтарын пайдаланып, темір қазандар, порталдар арқылы рухтармен байланысады, келісімдер жасайды, қарғыс салады. Оқып отырып, экранда өмір мен өлім белгісі пайда болғанын көріп тоқтайды. Ол қарғысқа ұшырағандардың белгісі, қолындағы белгімен бірдей. Қорыққан ол әкесіне қоңырау шалып, Гризельданың өлер алдында қарғыс салғанын, пәтерден қара сиқыр алтарын тапқанын айтады. Бірақ Оскар Гризельданы қорғап, ол жаман емес, емші болған, адамдарға көмектескен, құжаты жоқ жерге көшіп келген, қазаны оған тамырын қосқан дейді. Неге немересін қарғыс салсын деп сұрайды. Росарио Гризельданың кек алғысы келгенін, ажырасудан кейін Оскарды таңдап, анасы мен әжесінің қасында болмағанын, анасы мен әжесінің өліміне қатыспағанын айтады. Оскар Росарионың бала болғанын, үйіне қайтуын өтінеді, бәрін өзі шешетінін айтады. Бірақ Росарио қарғысты бұзбайынша кетпейтінін айтады. Оскар қарсы болғанда сөйлесуді үзіп, Джоның әжесінің пәтерінің есігін ашпақ болғанын көреді. Кіріп, оны жалғыз қалдыруын өтінеді. Алтарға қайтып оралып, қазанды дұрыс қоюға тырысады. Қазанды сүйрегенде шынжыр тұрып қалады. Кенет Аленаның елесі пайда болып, шынжырды ұстап, Росариоға қарай жорғалайды.
Қарсыластан кейін Росарио алтар есігін зорға жауып, құлыптайды. Аленаның елесі іштен итеріп, Росарионы артқа итеріп тұрады. Росарио Пало қарғысын бұзудың жолын іздейді, бірақ телефонның батареясы бітіп бара жатқанын байқайды. Телефонды шкафқа соғып, ішінің қуыс екенін анықтайды. Шам жағып, жасырын бөлікті табады. Ішінде ескі кітап бар. Кітапты ақтарып, қарғысты бұзу туралы оқиды. Қарғыс салған Полероның қаны мен қарғысқа ұшырағанның қаны сол қарғыс жасалған қазанға құйылуы керек. Росарио пышақты тазалап, Гризельданың жанына отырып, өз саусағын кесіп, қанын қазанға тамызады. Содан Гризельданың саусағын кескісі келеді, бірақ қан шықпайды. Қолын кескісі келеді, қайта шықпайды. Батылы бармай Гризельданың тамағына пышақ тосады, бірақ қолынан келмей. Сол кезде телефон дірілдеп, әжесінің дауысы естіледі. Кешірім сұрап, дауысы бұрмаланады. Кенет Алена қатты пайда болып, Росарио үшін бәрін жасағанын айтып көмек сұрайды. Росарио бірден Гризельданың қолына пышақты сұғып, қан ағады, қазанға тамады, Алена жоқ болады. Телефон қайта дірілдейді. Росарионың дауысы естіледі. Әже кешірім сұрайды. Қарғыс неге бұзылмады деп сұрайды. Гризельданың басы алға құлайды да кенет Росарионы қорқытады. Росарио кереуеттің астына тығылады. Елес қолдар әр жақтан тырнап шығады да тез жоқ болады. Кейін Алена қайта пайда болып, Росарио анасының өлгенін көргісі келмеді. Енді өлімді көруі керек деп қаралай құсады. Росарио дүрліккенде қашады. Есік қағылады. Джо электр фритюрін сұрайды. Росарио әжең электр фритюрді пайдаланбаған дейді. Джо оны мен сияқты білмедің дейді. Росарио есікті ашып, әжем туралы не айттың деп сұрайды. Джо отбасылық іске араласпаймын деп, бірақ көп жыл өтініш еткен соң ақыр айтады. Әжең сені жақсы көретін, жетістігіңе мақтанатын, сенің жетістігің үшін үнемі дұға оқитын, қабырға арқылы еститінмін дейді. Росарио әжесінің қарғыс салмағанына, тілек еткеніне келісім жасап, оған өзін қосқанына сенеді. Сифр кітабын ақтарып, Кабендеймен келісім деген бетті табады. Алтарға қайтып оралып, шамдарды жағып, Кабендей туралы жазбаны оқиды. Ол көлеңкелердің серуені, өлілердің жинаушысы деп сипатталған. Келісім шарттары орындалғанда, арман іске асқанда Кабендей келіп, пайда алушыны қорқытушы, рух оны өлгенше қинайды, күндіз ғана. Оқып отырып, артында Аленаның жүргенін көреді. Ештеңе қаламайтынын айтады, бірақ сифр кітабы жоқ болып кетеді. Гризельда кітапты ұстап тұрғанын көреді. Бірнеше рет тартып алмақ болады. Кітап бөлменің арғы жағына құлайды. Росарио келісімді жоюдың жолы бар екенін оқиды. Келісім жасаған Полера өз қанын қазанға құйып, жанын Кабендейге құрбан етсе болады. Өзіне өзі әжесі өлі деп ойланып, Кабендейді әжесінің мәйітіне қамауды шешеді. Гризельданың курткасын алып, қанын, шашын жинап, рәсімге дайындала бастайды. Айнаға қарап, не істеп жатқанын сұрайды. Кітаптағы нұсқау бойынша рәсімді бастайды. Сол кезде амбулансы сиренасы естіледі. Ол мантрасын жылдамдатады. Марти парамедиктердің келе жатқанын айтады. Росарио тез шамдарды өшіріп, Гризельданы жасырады. Росарио жауап бермей қойғанда Марти есікті ашып, мәйітті диванда көреді. Жатын бөлмені тексеруге барады. Росарио тығылып жатқанда Аленаның елесі пайда болады. Бұрылып қараса, жорғалап жақындап келеді. Росарио көмек деп айқайлайды. Алена Гризельда әрқашан қасыңда болды. Енді сен менікі боласың деп, Росарионы тұншықтыра бастайды. Марти жатын бөлме есігін қағады. Аленаның қолын көреді. Росарионы өлтірмек болып тұр. Кенет парамедиктің шамы бөлмені жарық етеді. Алена жоқ болады. Росарио Гризельданың жоқ екенін байқайды. Шығып айналасына қарайды. Гризельданы төбеден асылған күйде табады. Пойыз өтіп пәтерді шайқайды. Росарио Гризельдаға қарап, түсіруге тырысады. Бірақ кенет Гризельда үстіне құлайды. Росарио куртканы киіп, рәсімді жалғастырады. Кітаптан оқып тұрғанда Гризельданың аузы созылып, қол шыға бастайды. Росарионы қорқытады, бірақ қол кері тартылады. Алена Росарионың басын қабырғаға соғып, есінен тандырады. Шам қайта жағылғанда, Росарио Аленаны адам кейпінде көреді. Шақ алып дайын тұрады. Алена шынымен анасы екенін айтады. Алена мақтанатынын, қорқынышты түс біткенін айтады. Росарио ажырасудан кейін Оскарды таңдап, анасы мен әжесімен бірге өмір сүре алмайтынын ойлап, оларға жаман болғанын өкініп айтады. Алена олардың әрқашан қызын қолдағанын айтады.
Росарио анасы ауырғанда ұяттан көрінбей, анасы өлерде жоқ болғанын айтады. Алена түсініп, ол мен Оскар зауытта ұзақ жұмыс істеп, үйге қорқынышпен оралатынын, қызына мұндай өмір қаламағанын, жақсы болашақ іздеп көшкенін, қызын жақсы көретінін айтады. Құшақтасады. Алена көзіңді жұмда, мен өте эгоист қызбын деп қайтала деп жұмсақ айтады. Кенет Алена Димон кейпіне еніп, қызының жақсы өмір үшін бәрін тәуекел еткенін ырылдап айтады. Росарио құтылып қашады, бірақ есікті жабар алдында Алена ұстап алады. Росарио артқа құлайды, тынысы тарылып, анасына не қалады деп айқайлайды. Алена Росарионың өзінің құрбандығын көргісі келетінін айтады да, оны сүйрейді. Росарионы өткенге апарады, анасының көшуін қайта бастан кешіреді. Иммиграция қызметкерлері келгенде хаос болады. Адамдар қашады. Шатқалда Алена тікенек сымға ілініп қалады. Жанында бір адам құлап, қан жөтеліп, өлер алдында крест береді. Алена жасырынып, қызметкерлер шаммен іздегенде тығылады. Қазіргі уақытқа оралғанда Алена әжең мен әкең оңай өтті, мен қатты қиналдым дейді. Росарио Алена анасы емес деп, анасы махаббаттан құрбан болған, ал ол алдамшы деп айтады да кабиндегі әжесінің мәйітіне мәңгілік қамауды ұсынамын деп айтып, Аленаны итеріп, куртканы киіп, кітаптан сөздерді оқи бастайды. Алена айқайлап көмек сұрайды, бірақ Росарио тоқтамай, мантраны жалғастырып, Алена толық Гризельданың мәйітіне сіңіп бітеді. Таңертең Оскар пәтерге келіп, Росарионы түнде отырған жерінде табады, не болғанын, кітапта не жазылғанын сұрайды. Ол ұзақ әңгіме дейді. Қолындағы белгінің жоқ болғанын байқайды. Оскар Аленаның крестін табады. Росарио әжесінің қамқор болғанын айтады. Оскар анасы да солай деп жауап береді. Росарио шекарадан өткендегі қорқынышты ауырсынуды ойлап, қорқынышты тәжірибе болғанын айтады. Оскар қалай білетінін сұрайды. Росарио бәрін көргенмін дейді. Оскар Аленаның шекарадан өткенде 3 айлық жүкті болғанын, күзетшінің бөліп жібергені анасында үлкен өзгеріс жасағанын, ауруының себебі сол екенін айтады. Амбулансияның келе жатқанын айтып, Гризельдаға сифр кітабынан дұға оқиды. Кейін парамедиктер мәйітті алып кетеді. Росарио ескі фотоальбомды ақтарып отырады. Оскар электр фритюрін тауып, жоның растығын растайды. Бір суретте Росарио әкесінің саусағындағы қанды байқайды. Қаруланып әжесінің бөлмесіне барады. Оскардың көйлегін палата сыртынан табады. Кіріп, келісімді не үшін жасағаны туралы бетпе-бет сұрайды. Ол мұндай болады деп ойламағанын, бірінші коммуния кезінде Росарио үмітке толы болып көрінгенін, өзі бере алмаған өмірді бергісі келгенін, әжесінің Пало Майымбені ескі Палеро ұстазынан үйренгенін біліп, палатаға кіріп, оның қазанына тілек тілегенін, бірақ бағасын білмегенін айтады. Гризельда оны тауып кетуді талап етіп, қатесі үшін баға бар, құрбандық керек, кабиндейді ұзақ ұстау үшін деп айтқанын, Гризельда мәселені шешемін деп уәде бергенін айтады. Росарио әжесінің сол қазанға әр күн қан тамызғанын, қолындағы тыртықтардың себебі сол, өліміне дейін қобыжықты ұстағанын түсінеді. Оскар енді өзінің қорғайтынын айтып, қазанға өз қанын тамызады. Росарио келісім жасаған адам қанын берсе, денесі мен жаны кабиндеге құрбан болатынын есіне түсіріп, тоқтауға тырысады. Бірақ кеш болады, Оскар Димонға айналады. Оскар қазанды сыртқа сүйрейді де кенет Росарионы қорқыта бастайды. Пышақ көтеріп шабуыл жасайды. Росарио қимылдауға қиындық көреді. Ол Росарионы теуіп, плитаға лақтырып, өртемек болады. Росарио әрекет етіп, бетінің терісін жұлқи алады. Дәл оны жеңгелі тұрғанда Джо келіп, Оскарға қатты соққы береді. Оскар есін жиып, Джоға қарсы шабуыл жасап, мойнын сындырып өлтіреді. Сол кезде Росарио Оскардың мойнына пышақ сұғып, оны қазанға құлатады. Қазандағы тікенектерге шаншылады. Өлер алдында Оскар қол белгісін жасайды. Росарио мәңгілік махаббат ерсін деп сыбырлайды да ол өледі. 6 айдан кейін Росарионың аз қамтамасыз етілген отбасыларға көмектесетін жаңа фирма ашқаны көрінеді. Ол Мигель мен әйеліне инвестицияға көмектесіп жатады. Олар кеткен соң Росарио шам жағып, дұға оқиды, бірақ кенет қатты жөтеліп, отбасылық суреттің шынысы жарыла бастайды. Шам сөнеді де аузынан Димон қолы шығады.